Қазақмыс корпорациясының политехникалық колледжінің еріктілер фракциясының көшбасшысы мен Мағұрып Ілияс. Жалпы ерікті жайлы айта кететін болсақ, ерікті дегеніміз ол қоғам игілігі үшін жұмыс жасайтын жанашыр азаматтар. Олай болса, біздің еріктілер фракциясының бір жыл бойы жасаған жұмыстарын бірге тамашалайық. Bastım, қатты састым, тура қаштым жалмажым. Түзде мұрзаң, үйде сырдың, сөзі қылжаң еркесі. Сәлеметсіздер ме, құрметті Балқаш қаласының тұрғындары. Жалғыз басты апаға өзіміздің көмек қолымызды тигізіп жатырмыз. Қазір 91-де. 9 наурыз жаңару күні. Табиғаттың жаңаруына сай бұл күндері сенбіліктер ұйымдастырылып, ағаштар отырғызылады. Құрметті студенттер, қоршаған ортаны қорғау бүгінгі күннің өзекті мәселелерінің бірі. Табиғат бізге таза ауа, таза су, өсімдіктер, жануар әлемін береді. Ал біз осы ресурстарды үнемдеу әрбіріміздің міндетіміз. Қоршаған ортаны қорғау тек экологияға қатысты емес, ол біздің болашағымыз, денсаулығымызға қатысты. Біз энергияны үнемдеп, суды үнемдеп, қоқысты сұрыптау, осы әрекеттер арқылы біз қоршаған ортаға деген ықпалымызды азайта аламыз. I'm tripping, I'm sliding, I'm riding through the back like fuck. Bust that on the beat, bro. Beat, bro. Any rap, he a freak.
мектептің алғаш күнімен тұспа-тұс келген 1 наурыз алғыс айту күнімен колледжіміздің студенттік парламенті атынан ұстаздарымызға және колледж ұжымына алғысымызды білдіреміз. Қол жетпес биікте көркем, сен мені жанартаудай өртедің, ауаның құрғатып бар оттегін, тәніңмен жағатұғын от бедің. Көргелі жанарыңның кескінің, есінде шығаратын естінің, тек сені аңсаптағы кеш құрым, ерегі болмай қалды жан жағымда ешкімнің. Қыс пен күз жазым менен көктем, қалаймын өзіңменен әр сәт. Өзімнің жетістіктерім жайлы айтатын болсам, жыл волонтері 2023-2024 ең жомарт волонтер номинациясы, қала әкімінің және облыс әкімінің алғыс хаты, жыл лидері, Қазақстан Республикасының жылдың үздік студенті,